Сәлем достар. Бүгін біз сіздермен асқабақ салмасы салынған қачебут дайындаймыз. Ол үшін бізге сыр, асқабақ қажет болады. Сырларымызды осылай алдын ала теркадан өткізіп дайындап аламыз. Мен тестамды ашытып дайындап алдым. Оның рецептурасы толық описаниеда көрсетіледі. Екі түрлі сырбен жасадым. Пергаментный бумагының үстіне май жағып ұмытпаңыздар, әйтпесе жабысып мен оны көрсете алмай қалдым. Асқабақ салмасын алдын ала жартылай құрмалап дайындап аласыз. Ішіне қалауынша тұз, бұрыш, паприка, зелень салсаңыз да болады. Сырды қалауынша саласыз. Бұны тек асқабақ емес, етпен, паршпен, басқа немен де жасасаңыз болады. Мінекей осындай қачепурлар дайындап отбасыларыңызды қуантып, тіл үйірер дәмі бар осындай түрік қачепурын дайындауға кеңес беремін. Өте пайдалы әрі өте қолжетімді ас болсын.